Карманы болдырмаудың жолдары. Егер сіз кармаңыздың қатты бүлінгенін сезсеңіз, шұғыл түрде бірдеңе істеу керек. Мен сіздің назарларыңызға бірнеше ұсыныстар ұсынамын. Бұл сізге өткеннің қателіктерін түзетуге көмектеседі. Ешбір жағдайда кек алмаңыз. Сізге зиян келтірген адам бәрібір ол лайықты жаза алады. Өз әрекеттеріңізді мұқият ойластырыңыз. Егер басқа адам зардап шегуі мүмкін болса, әрекеттерден бас тартыңыз. Айналаңызға жақсылық пен жарық әкеліңіз. Басқаларға өтініштер мен ескертулерсіз көмектесіңіз. Мәжбүрлеп жасалынған жақсылық сіздің кармаңызға оң әсер етпейді. Өз іс-әрекеттеріңіз үшін және сізбен бірге болған нәрселер үшін жауапкершілікті біреуге ауыстырмаңыз. Жоғарыда айтылғандай, бәрі адамда болатын қиындықтар. Бұл бұрын жасалған теріс әрекеттер салдарынан. Сізде болып жатқан барлық нәрселерден қорытынды жасаңыз. Бұл сізге теріс карманың қалыптаспауына көмектеседі. Айналаңыздағы адамдарға кармаға қамқорлық жасауға көмектесіңіз. Оларды міндетті түрде қиындықтар түрінде оралатын әрекеттерден аулақ ұстаңыз. Бұл сіздің кармаңыз үшін де оң нәтиже болып есептеледі. Бұрынғы кармалық қарыздарыңызды ескеріп, оларды түзетіңіз. Карманы жұмсарту үшін өзін-өзі жазалауды қолданыңыз. Яғни, егер сіз жаман әрекет жасағаныңызды түсінсеңіз, карманың өзіңізге айналып келуін күтпеңіз. Күнәңізді өтеңіз, сонда карма жеңілдейді. Күніне кем дегенде бір жақсы әрекет жасауды ережеге айналдырыңыз. Бұл бір қарағанда көрінетіндей қиын емес. Сізден ешкім шамадан тыс әрекеттерді талап етпейді. Айналадағыларыңыздың мүдделері мен қажеттіліктеріне мұқият болу жеткілікті. Мейірімді және сыпайы адам болыңыз. Айналаңыздағы адамдарға жамандық тілемеңіз. Ешкімге қарғыс айтпаңыз. Егер айтып қойсаңыз, оны түзетуге тырысыңыз. Карма жеңілдейді. Әділ болыңыз, өзімшіл болмаңыз, қамқорлық жасаңыз. Көмек сұрап отырған біреудің қасынан өтіп кетпеңіз. Мұның бәрі карманы жеңілдетеді. Достар, басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.